Қайырлы күн достар, есімім Жания Бақтиярқызы. Сіздер менің адресіме түскендіктен, давайте бірінші сіздер тендер туралы түсіндірмей тұрып, өзімді айтып өтейін, себебі кімнен сабақ алғалы жатқандарыңызды, иә? Мен Жетісай қаласының тумасымын, қазіргі таңда Алматы қаласында тендер саласымен айналысып жатқаныма 2 жыл болды. Бірақ осы 2 жылдың ішінде тендер арқылы жеткен жетістігім 150 миллион капитал жинап қойдым. Яғни Алматы қаласынан +1 бизнес класстағы үймен, +1 комфорт плюс класстағы үйім бар, және 2 машинам, және бірнеше өзімнің компанияларым бар. Барлығын сумасын құрайтын болсақ, 150 миллион теңгені құрайды екен. Бірақ мен бірден бұндай деңгейге жеткен жоқпын. Ең алғашында тендерді бастағанда менде 30 мың теңге болды. Солай өзімнің күшімді көтердім. Бірақ тендер саласы жайлы сіздерге өзім қалай бастадым, сол жайлы жалпақ түсіндіріп өтейін, иә? Тендер деген бұл ең алдымен государственный бизнес екенін түсініңіздер, және бұл рисксіз. Мүлдем риск жоқ. Каспи магазинмен немесе офлайн өзіңіздің магазиніңіз болатын болса, дайын заттар сатып алып келіп, барып адамдар сатып алса екен деп клиент іздейсіз. Ал тендерде мүлдем ондай нәрсе жоқ. Тендер деген бұл кез келген мемлекеттік мекемелер, садик, аурухана, түрме болсын, өздеріне керекті заттарын товар, услуга, работа деген тендердің 3 түрімен ойнатады. Күнделікті кемінде 4-5 мыңдаған тендер ойнатылады Қазақстан бойынша. Ол сіз қалада отырсаңыз да, ауылда отырсаңыз да қатыса аласыз. Ең бастысы өздеріне керекті майда шүйде ойнататқан затынан бастап опыт жинаңыз. Мысалы, ручка ойнатуы мүмкін, диспенсер, тақта ойнатуы мүмкін, өздеріне керекті услугаларын ойнатуы мүмкін, терезесін жудырту, мусорын шығару деген сияқты. Работа олардың ремонттарын ойнатады. Мысалы, есігін ауыстыру, терезесін ауыстыру деген сияқты. Егер сіз менде ештеңе жоқ қой деп жатсаңыз да, таныстарыңыз арқылы сол адамдарға объем алып беріп, үстінен пайда көрсеңіз болады. Енді қараңыз, ол үшін мен не істеуім керек дейтін болсаңыз, сіз ИП немесе ТО ашасыз, порталға тіркелесіз. Біздегі портал ол Госсакуп порталы. Ол үшін тендермен айналысу ақша керек қой дейтін болсаңыз, алғашқы вложение кемінде 30-40 мың теңге можно бастауға. Мен солай бастағам. Енді тендерді қиындатпаңыз. Оңай екен деп те қарамаңыз, себебі кішігірім білім керек болады. Тендерді орындап болғаннан кейін не керек, или ұтқанға дейін не керек десеңіз, қысқаша айтып өтейін. Тендерді ұту үшін сізге компания керек, порталға тіркелу керек, тендерді іздеп өзіңіз арзанға тауып, үстінен өз пайдаңызды қосып қатысасыз. Ұтсаңыз, сол тендер сіздікі. Договорға қол қоясыз, заказчикпен согласовать етесіз, өз затыңызды сатып алып апарып бересіз, өз қалтаңыздан ақша шығарып, сосын апарып берген соң заказчик ақшаңызды төлеп береді. Төлеп бермей қоймай ма деген әңгіме жоқ, бұл заңды. Договорға қол қойдың ба, болды, ақшаң төленеді. Ақшаңыз төленгеннен кейін все, болды, good, налайте өмір сүре бересіз. Енді осы сабақты мен сіздерге жалпақ тілмен түсіндіруге тырыстым. Енді қараңыз, мен де осылай сіз сияқты табыс тапқым келеді дейтін болсаңыз, давайте сіздерге шәкірттерімнің қысқа ғана пайда тауып жатқан нәтижелерін көрсетіп өтейін. Тендердегі лучший студенттерімнің бірімен таныстыратын боламын, ол Альбина ханым. Өзінің менен тендер обучениесінен кейін машинасын алғанымен айтып өтсе. Сәлеметсіздер, менің есімім Альбина болады. Жания Бақтиярқызының обучениясын алмай тұрып, мен жалпы көп жерде менеджер болып жасағанмын. Әсіресе полик, чехолдар сатқам, киімдер сатқам, бірақ ешқайсынан ондай дәрежеге жете алмадым да, өзім қалағандай машинаны алатындай. 6 аймен прям айналысып тендермен осы машинама қол жеткіздім. Тырысып оқып көріңіздер, потому что тендер саласы өзіңіздің дополнительно жұмысыңыз болса да, тендермен айналыссаңыз ешқандай кедергі келтірмейді. Серғазы деген шәкіртіммен тендер бойынша обучение алғаннан кейін өзінің осындай PlayStation бизнесін ашқан болатын. Сол бойынша өзімен таныса өтсек. Барыңызға сәлем, мен есімім Серғазы. Осыдан декабрь айында 2024 жылы Жания ханымның өзінен жеке тәлімгерліктен тендер, яғни курсын алған болатынмын, жеке оқыдым. Соның арқасында мен осы 4-5 айдың ішінде сол тендерден үйренген нәрселерді қолдану арқылы көптеген ақша таптым. Енді осы өзімнің PlayStation клубын ашқан болатынмын. Ешқашанда қорықпаңыздар, тек қана алға. Жания ханым лучший бірінші эксперт деп өзім санаймын негізі. Номер 1 эксперт деп санаймын. Енді қараңыздар, менің шәкіртімнің осындай нәтижелерін көрген болсаңыздар, сіздерге арнайы керемет ұсыныс дайындап қойдым. Дәл осындай нәтижеге жеткіңіз келсе, мен сіздер үшін арнайылап онлайн және офлайн бір күндік практикум сабақ дайындап жатырмын. Бұл сабақтан кейін ешқандай да курс алып, қиналып қажет емес. Осы сабақта полный ақпарат алып кетесіз. Новичок болсаңыз да, действующий болсаңыз да қатысуға керек, себебі бұл сабақта от-үйді түсіндірілетін болады. Ол үшін маған жекеме практикум сөзін қалдырыңыз, сізге жекеңізге шығатын боламын.